колониалдық ықпалға еріп кететін халық болады, өйткені привилегияның барлығы колониалдық биліктің қолында. Олар өзінің тіліне баулайды, өзінің мәдениетіне баулайды. Солай компрадор деп аталатын элита қалыптасты. Бұл компрадор деген жаңа деколониялық теориядан Анибал Киханоның теориясы, біздің шенеуніктер термині. Иә. Дәл солай айналып келген кезде бұл бізге көзге көрінбейтін кейбір психологиялық, әлеуметтік, жаңа қоғамдық қарым-қатынас тұрғысында бір теңсіздік және бір ауыр жүк болып тұрады да елдерге. Оны ер адамдар түсінбейді, өйткені батыста өзін жаңа деколониялық академиктер атап жүрген адамдар бар, бірақ олар Украинаға қарсы соғыс басталған кезде атойлап шығады да, Палестинаға қарсы соғыс басталған кезде үндемей отырады. Тура сол сияқты жағдай ғой, өздеріне ыңғайлы кезде сөйлейді, ыңғайсыз кезде үндемей қалады. Баланың ең алғашқы идентификация дейді ғой, нүктесі, мен өзін өмірде көретін нүктесі ол ата-анасы. Қалай болғанда да ол солармен өзін байланыстырып көреді және солай өмірдегі орнын анықтайды, өзінің кім екенін солай таниды. Және балаға ата-анамен байланыс ол өмір бойына әсер ететін мәселе, өйткені балалық шақ ешқашан аяқталмайды дейді ғой. Бір мәселе бойынша түңіліп бара жатырмын, ол біздегі сөз бостандығы біртіндеп шектеліп жатқаны анық байқалады. Біздегі қымбатшылықты байқаймын, өйткені келген сайын бағалардың өзгергенін көрем. Еуропадан ешқандай кемшілігіміз жоқ ол тұрғыда. Әсіресе тамақ. Келіңіз, әйтпесе бәрі чемодандарын арқалып кетіп жатыр. Ол да болмайды, сондықтан да енді қазір әлеуметтік желі бар, сондықтан да. Әр жақта отырып алып та күресе беруге болады. Иноагент болып деймін. Қайырлы уақыт, Қаракөз көрермені. Бүгін бізде қонақта журналист, киносыншы, аудармашы Әсия Бақдәулет. Әсия қазіргі уақытта Лондондағы Queen Mary университетінің докторлық бағдарламасында оқып жатыр. Әсияның Астанаға келгенін бір ғылыми конференцияға пайдаланып, біз осындай бір пайдалы подкаст жазайын деп шештік. Әсия, қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз сізді. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Қаракөз жазбағалы жарты жылдай уақыт болды, сондықтан да сіз бүгін бізбен бірге Қаракөздің жаңа сезонын ашып отырсыз. Иә, солай деп айтуға болады, иә. Былтыр бастадық, жазда демалыс болды дегендей. Сіз енді қазір докторантураңыздың тақырыбы қандай жалпы жақта оқып жатқан? Тақырып Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Совет киносындағы Орталық Азия халықтарының көрінісі. Бұл кезеңнің ерекшелігі орталық Мәскеу, Ленинград студияларының барлығы. Ең үлкен екі студия, Ленфильм мен Мосфильм Алматыға көшіп келді. Союзитфильм Тәжікстанға барды, Одесса студиясы жаңағы Ташкентке көшіп барды деген сияқты, сондай орталық Азияға бәрі эвакуацияланған болатын. Мені қызықтырғаны біздің кино жаңағы тарихын айтқанда, кино зерттеушілері көбіне жаңағы біздің киномызды құрып берген Совет одағы деген нарратив басым ғой. Мен соның үңіліп, расымен де солай ма, және ол қандай жағдайларда жүрді деген тақырыптарға жаңағы деколониялық, постколониалдық теория тұрғысынан деколониялық approach дейді ғой, сондай бағытпен жазып көргім келді сол тарихты. Биыл 4-ші курс деп отырсыз, аяқтайсыз, одан кейін ғылыми жұмысты қорғайсыз, иә? Елге ораласыз ба? Елге оралу жоспарда бар, аяқталған соң. Ары қарай енді уақыт көрсетеді, бірақ мен негізгі мақсатым әрине бір жағы академияға барғандықтан зерттеуші ретінде сол зерттеу жұмыстарын жалғастырғым келеді және ағылшын тілді академияда болғым келеді. Мүмкін ол Қазақстанда жүріп те ағылшын тілді академияға үлес қосу, белгілі бір жобаларға қатысу, кітап шығару, зерттеу жасау мүмкін шығар, мүмкін Қазақстанда жүріп жасау дұрысырақ шығар, өйткені мен тарихи тұрғыдан қарағым келсе, менің архивтерге бұл жерде отырып жағы қол жеткізу мүмкіндігім жоғары Лондонда отырғаннан гөрі. Бірақ нақты қай кезеңді зерттеймін осы докторантураны аяқтаған соң ол мәселелерді әлі анықтаған жоқпын. Мен дәл қазіргі докторантура жобамды енді қорғаған соң бұйыртса диссертациямды кітап ретінде шығару жоспарда бар. Оған былтыр Филадельфияда үлкен АСИС деген ұйым бар, соның конференциясында барғанда жаңа қызығушылық білдірген ұсыныстар болды академиялық баспалар тұрғысынан. Солармен жұмыс істеу
үшін мүмкін елге келіп жаңағы архивтік жұмыстарды жалғастырып диссертациямды кітапқа айналдырармын. Негізгі қазіргі мақсат сол болып тұр. Ал одан кейін енді уақыт көрсетер. Біз жаңағыдай асығыс осы бағдарламаны аптығып тез бастап кеттік та. Негізі анкеталық сұрақтарсыз жаңағы сізде жүгіріп келіп басқа бағдарламадан келіп отырып кішкене аптығымыз басылмай тұрған сияқты. Иә. Мен байқап қалдым, өзімде тез-тезден сұрақ қойып жібердім. Негізі сіз өзіңізді Орталық Азияның интеллектуалды тарихын зерттеуші, деколонизация, отарстану, феминизм тақырыптарына қалам тербейтін маман ретінде көрсетесіз, иә? Солай деп айтасыз, таныстырасыз. Біздің сырттан қарағанда сіз айтпақшы Асия Лондонда тұрып жатыр. Неше жыл болды тұрып жатқаныңыз? 7 жыл болды. 7 жыл Лондонда тұрып жатыр. Сондықтан сырттан қарағанда қазіргі Қазақстандағы осы деколонизация мен феминизм қалай көрінеді? Бұл бір науқандық ұшқын ретінде бір үн қосу ма, әлде бір кезең-кезеңмен жүйелі дамып келе жатқан құбылыс па? Соған бір қысқаша. Жақсы. Деколонизациялық бағытта айтсақ, қазір мысалы жаңа конференцияның келін деп отырмын ғой, ондағы әсіресе батыстан келген академиктер үшін, ғалымдар үшін Орталық Азия мен деколонизация деген тақырып бір жаңа нәрсе сияқты көрінеді сырттан қарағанда. Өйткені Совет одағының жаңағы былайша айтқанда насихаты өтіп кеткен да оларға. Бұл өте жаңағы модернизациялаушы, жарылқаушы империя болды деген академияда, батыс академиясында сондай пікір қалыптасқан. Ол біртіндеп 2000 жылдан бері өзгеріп жатыр. Енді бізге келсек, мысалы Қазақстанда меніңше біз бала кезімізден Қазақстан тарихын оқығанда, немесе қазақ тілді газет журналдарды оқығанда, олардың барлығы деколонизациялық бағыттағы мақалаларға толы болады. Тіпті Мұхтар Шахановтың әрбір тойға барғанда да, қай жерде жүргенде де айтып жүрген әңгімесінің бәрі деколонизациялық бағыттағы әңгімелер еді. Енді менің айтпағым, осындай біздің қазақ зиялыларының ортасында мүмкін олар Эдвард Саидқа сілтеме жасамаған шығар, Франц Фанонға сілтеме жасамаған шығар, Альберт Мамиге немесе Гайтри Спивак сияқты постколониялық теорияның, немесе Латын Америкасынан шыққан деколониялық теорияның ғалымдар бар, сол теорияны зерттейтін Анибал Кихано, Мария Лугонес, Уолтер Миньоло сияқты. Мысалы, сондай әлемдік ғалымдарға сілтеме жасамаған шығар, бірақ айтып жүрген негізгі өзегі сол деколонизациялық мәселе. Ол 90 жылдан бері келе жатқан мәселе. Әсіресе бізде қазір орыс тілді ортадан шыққан подкастерлер болсын, ғалымдар болсын, осы терминді пайдаланып, осы тақырыпты өздері ғана көтеріп жүрген сияқты қылып көрсетеді. Бірақ мен айтамын, біз ауылдан қалаға көшіп келгеннен бері осы деколонизациямен күресіп келе жатқан ол қазақтың ауылдан шыққан біз сияқты балалары деп. Сондықтан да. Өте дұрыс айтып отырсыз. Біз оны жай ғана жазып немесе мынандай құр сөзбен емес, біз оны экспириенс ретінде біз басымыздан өткеріп күресіп келе жатқан ұрпақпыз. Сондықтан жаңағы оны олардың жасап жүргенін шын айтқанда көбісін бәрін деп айтпай қойын, атрибуция деп айтуға болады да, жаңағы бір тіпті осы терминді олар түгілі путиндік режимде пайдаланады кейде. Біз Украинаны деколонизациялаймыз деген сияқты. Ол енді өте күлкілі дүниелер ғой. Ал сондағы біздің қазіргі қоғамдағы жаңағы орыс тілді шала қазақтардың бізде көбіне солар ғой, солардың деколонизация туралы айтуы, подкасттар жазу, ол не деп аңғартады сонда? Оларға енді жеткені бізге ол баяғыда жетіп қойған. Біз жетіп қойдық, бірақ та оның бір ол да содан өту керек па сонда, әлде қажеттілік? Қажеттілік, өйткені мынау соғыс Украинадағы ол ең алдымен сол соққы болды. Өйткені біздің сіз айтып отырған орыс тілді ортамыз, олар өздерін демократиялық либералды құндылықтармен байланыстырады, Жоқ, ол орыс тілді орта тіпті қазақ тілін үйреніп алмаса, үйреніп жатқан да жоқ олар. Онда оларға не кедергі? Мынандай мәселе бар. Мысалы, жоқ, олар отырады, жертва болып отырады, айтады, аудитория жинайды, күшті. Ал бірақ, ең құрбағанда сен қазақ тілін оқып ал, Қазақстанда тұрып отыр. Келсем, бірақ мынандай енді ғылыми тұрғыдан қарағанда айталық, постколониялық теорияда Хоми Баба деген зерттеуші бар, сол кісінің The Location of Culture деген еңбегі бар. Сол мәдениеттің мекені ғой, қазақша алсақ. Сонда оның мынандай теориясы бар. Гибридті, кез келген постколониалды қоғамда гибридті мәдениет пайда болады.
ол заңдылық жаңағы жергілікті халықтан шыққан қара халықпен мынау келген колониалды ықпалға сол шыққан халықтан колониалды ықпалға еріп кететін халық болады, өйткені привилегияның барлығы колониалдық биліктің қолында. Олар өзінің тіліне баулайды, өзінің мәдениетіне баулайды. Солай компрадор деп аталатын элита қалыптасты. Бұл компрадор деген жаңа деколониялық теориядан Анибал Киханоның теориясы, біздің шенеуніктер термині. Иә. Біздің шенеуніктер де, бизнесмендер де, барлық ресурстарға қолы жеткен азаматтар 90-шы жылдары одақ құлаған кезде ол сол компрадор несі табы, ол элита деп айтуға болады. Бұл азаматтардың барлығы, бірақ бұлардан бөлек жаңағы ондай ресурсқа қолы жетпесе де сол мәдениеттің ықпалына ұшырап кеткен қара халық та бар. Олардың барлығы, әсіресе қала халқы, олардың барлығы жаңа гибридті кімдіктің өкілдер. Сондықтан олардың Ресей сериалдарын көретін. Сондықтан да оны енді ғылыми тұрғыдан қарағанда бұл азаматтардың әрекеттері оны жаңағы үшінші кеңістік деп айтады. Ол колониалдық та емес, отарлаушы да емес, отарланушы да емес. Ол сол екеуінің ортасындағы бір үшінші кеңістік. Бірақ үшінші кеңістікте жаңа Хоми Бабаның айтатыны көп мүмкіндіктер бар. Сол үшінші кеңістікте тұрып, отарланған кімдіктің отарланушы кімдікке қарсылығын жаңағы negotiate дейді ғой, жаңағы тартысуға болады екі кімдіктің арасында. Енді біздің Қазақстанның қоғамында осыған дейін сол көрініс болмады. Жаңағы гибридті кімдіктің иелері өзінің отарланушы жағынан ұялып келді, оны шығармады мүлдем. Енді қазір сол үшінші кеңістікте сол тартыс басталды. Солай, орыс тілдер бастаған сияқты, дегенмен оны. Енді біз ашық түрде айтып. Өйткені гибридті кімдіктің өкілдері солар, ал біз қазақ тілді қазақтар, біз онсыз да сіз айтқандай, айтып отырғанымыздай бұрыннан да сол отарлану, жаңағы отарлыққа қарсы күресіп келе жаттық. Және онымызды нацпаттар, ұлтшылдар деген сияқты ярлыктар жапсырып, біздің өзімізді шеймет ететін, мысалы, біздің өзімізді өздерінен төмен көріп келді. Бірақ қазіргі жағдай оның бәрін теңестірді деп ойлаймын, және теңеспеді деп ойлайтындар біртіндеп теңескенін мойындайды деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде барлық, мысалы, деколонизацияға қарасақ, Латын Америкасындағы, Үндістандағы, немесе Африкадағы, айталық, бұрынғы колониялардағы барлығында жергілікті индидженес дейді ғой, сол жергілікті мәдениеттің өкілдерінің дауысы маңыздырақ, және ол біртіндеп тіпті бұрын ескерілмеген дауыстардың өзі кейін шығып жатады. Сондықтан біз сол процеске келе жатырмыз, және оны мынандай орыс тілді ортаның сол кезеңге келуінің өзі, мына соғыстың арқасында болсын, басқа болсын, ол енді бізге ыңғайлы дүниеде, бәріміздің мақсатымыз бір болды, әйтеуір ұйысуға, бірігуге мүмкіндік туды деп ойлаймын. Енді мысалы, әрине кемсітуге болады, жанжалдасуға болады, неге қазақ тілін оқымайсың, тұқыртуға болады, бірақ осыған дейін біз тұқыртқаннан олардың бәрі үйреніп кетсе, үйреніп кетер еді. Жоқ, олар өздері түсініп, ол қазақ тілін үйренуге деген ұмтылыс өздерінің ішінен шығу керек, осындай процестер арқылы. Бұған өте үлкен әсер еткен Украинадағы соғыс, негізі. Енді феминизмға келетін болсақ, мысалы, біз әлем қалаған жаңағы абсолютті демесек те, енді әйел теңдігі мен адам құқығына қатысты батыстың бір формуласы ретінде есептейтін болсақ, Қазақстан осы кезеңде, феминизм мен адам құқығына жету кезеңінде қай сатыда, мысалы, ондық бір бағамен есептесек, біз қазір нешінші сатыға келіп жеттік? Сырттай қарағанда болмаса сіз қалай бағалайсыз? Мұнда да ондық дегенді мүмкін шартты ұғым деп қарау керек шығар. Өйткені, мысалы, Британияның өзін, егер ондық деп қарасақ па, әлде Британияның өзі жеткен жоқ қой ондыққа. Олар демек, мысалы, егер Британ немесе Америка қоғамын айталық 8 деп есептесек, онда Қазақстан мүмкін 4-5-ке енді жақындаған шығар. Төмен ба деп ойлағам, жақсы екен 4-5 болса. Бұл көп, негізінде егер кеңірек қарасақ, көп Африкадағы немесе Азиядағы
көптеген халықтармен салыстырғанда Қазақстанда қағаз жүзінде, заң жүзінде және кейбір мына әсіресе мысалы Middle East деп жатамыз ғой, таяу шығыс елдермен салыстырғанда Қазақстандағы әйелдердің мысалы қоғамдық ортадағы еркіндігі тағы басқа белгілі бір еркіндіктер бар. Бірақ бұл біздің негізгі қазіргі мәселеміз ол екіншіден заңды күшейту, біріншіден, екіншіден меніңше біздің қоғамдық сананы өзгерту. Біз бұны қоғамдық мысалы дискурс деп айтамыз ғой, немесе нарратив дейді, қай ғалымның термин пайдалануымызға байланысты. Біз былай ойлаймыз, мысалы гендер деген әйел қандай болу керек, еркек қандай болу керек деген қатып қалған дүниелер, әйелдің орны, әйелдің қызметі қандай шаруалармен айналысу керек, оның бәрі қатып қалған, өзгертуге болмайтын дүние деп қабылдаймыз. Ал шын мәнінде оның барлығы дискурстың барлығы өзгереді, өйткені оның бәрін адам ойлап тапқан. Ол табиғатта ондай емес. Сондықтан адам ойлап тапқан нәрсені адам өзгерте алады. Батыстың мысалында біз әйелдердің қандай еркіндікке жеткенін білеміз, және ол күнделікті тұрмыстық деңгейде, адам мен адамның қарым-қатынасы деңгейінде ол анық байқалады. Және мысалы бізде феминизм деген бір сондай балағат сөз сияқты естіледі қазақ тілінде. Сондай негативті мағынасы, бояу мағынасы көп, бірақ қалың, бірақ айналып келген кезде егер де біз өзімізді адам деп санасақ, адамның бойында басқаға деген жанашырлық болса, жанындағы адамға, өзі сияқты адамға қалай ол адам сияқты қарамайды. Яғни бұл жерде бір гуманистік, моральдық мәселе ғой, әйелдің теңдігі деген. Дәстүрмен, қазақтың дәстүрменен феминизмде бір-біріне кереғар тұстар бар ма? Енді ол үлкен тақырып қой, бірақ меніңше егер де қазақ дәстүрі деп біз қай кезеңді айтамыз, ол да мысалы бізде өткенде мен әдейі жаздым, тұздық болсын деп осы тақырыпқа. Сәлем салатын адам әйел өзін феминист санай ала ма деп. Комментарийлардың ішінде пікірлер арасында кәдімгідей бір жарқын феминист адамдар мен сәлем салам атаны енеме деп жазыпты. Біреулер жазыпты, біреуге иілу деген жаңағындай ол феминизмнің нышаны емес деген сияқты. Феминизм деген сен дөрекі бол, немесе жаңағы өзіңнің ұлттық құндылықтарыңа қарсы шық, немесе жаңағындай үлкен адамдарды сыйлама деген мәселе емес қой. Мысалы, егер де сен ер азаматыңа сәлем салып қарсы алуың керек десе, мен оған қарсы болар едім, өйткені бұл жерде таза гендерлік мәселе, ер адамға неге сен сәлем. Ал келіндердің сәлем салу, ол сен тек ер адамға сал демейді ғой, ол жасы үлкен өзіңнің қайын жұртыңның, сол өкілдерін, қайнағаларың, жеңгелерің бола ма, солардың бәріне жасы үлкен адамға деген құрмет. Сондықтан адамдар феминистен қорықпау керек деген ғой. Оның бәрін сыйыстыруға болады. Біздің қоғамда феминизм дегенді бір екі түрлі қабылдау мүмкін. Біреуі еркектерді жек көру, еркектермен күресу, оларды жеңу, олардың басына шығу. Екіншісі ЛГБТ-ны қолдаушы күш дейді. Сіздің ойыңыз енді феминизмді басқаша қабылдайтын топтар аз деп ойлаймын. Енді негізгі мақсатын сіз соны бір қысқаша түсіндіріп кетсеңіз біздің аудиторияға. Феминизм деген не? Феминизм деген теңдік, бір сөзбен айтқанда. Ол барлық салада көрініс табатын теңдік. Әсіресе, мысалы, кейбіреулер теңдік дегенді былай ойлайды. Енді еркек жасайтын ауыр жұмысты әйел жасай алмайды ғой. Ана су тасқыны болған кезде әйелдер барып жасаған жоқ, қара жұмысты ерлер барып жасады ғой деген сияқты нәрсені айтады. Феминизм ешқашан әйел физиологиялық тұрғыда еркекпен тең деп айтпайды. Ол ғылыми тұрғыда өтірік. Бірақ мүмкіндіктер тұрғысынан теңдік. Жұмыс орны, білім алу, сосын қоғамдағы рөлін әйелдің тең ретінде қабылдау. Мысалы, біздің Совет одағы, айталық, біздің қазақ әйелдерін еркіндікке шығардық деп жар салды, тек қана қазақ емес, шығыс халықтарының әйеліне теңдік бердік деп жар салды. Бірақ айналып келгенде Совет одағына не керек болды? Ол марксистік бағытпен жаңағы марксистік идеологияға құрылған мемлекет, яғни адамның күші еңбек, адамды жұмысқа салу керек. Жаңадан мемлекет құрылған кезде қара жұмысқа салды,
сол кезде ерлерді ғана емес әйелдерді де салды, өйткені жұмыс күші керек болды. Солайша әйел жаңағы ресурс ретінде жұмысқа жегілді, бірақ оның мойнынан Совет одағы отбасылық қоғамдық бұрынғы міндеттемелер алып тасталған жоқ, алып тастауға тырысқан жоқ. Оны керісінше мына кино, баспасөз тағы басқалар арқылы одан әрі қалыңдата түсті. Әйелдің жаңағы отбасындағы рөлі идеал ана болуы, ұрпақ өсіруші деген сияқты нарративтер ол Совет одағының патримониялық мемлекет қой, сол мемлекеттің қызметіне жүгіндірді. Әйелді бәрін үлгереді деген, иә, әйелге 2 есе жүк артты былайша. Жұмыс қызмет істеу керек, бала табу керек. Бір қолмен бесік тербейді деп па? Біз солай әйелдер жыртылып қазір әлі күнге дейін мойнымызға жүктеп қойып келе жатырмыз. Иә. Мотивация. Мысалы, бұл енді парадокс қой, ол бірақ жаман емес енді. Иә, бірақ айналып келген кезде бұл бізге көзге көрінбейтін кейбір психологиялық, әлеуметтік, жаңа қоғамдық қарым-қатынас тұрғысында бір теңсіздік және бір ауыр жүк болып тұрады да елдерге. Оны ер адамдар түсінбейді, өйткені оны біз бәріміз бірімізді айтпай түсінеміз. Өйткені біз бәріміздің басымыздан әйелдер өтетін барлық қиыншылықтар өткен. Ер адамдарға біздің өміріміз керемет сияқты көрінеді. Өйткені жаңағы привилегиясы бар адам ешқашан ол привилегияны көрмейді. Иә, біздің жалпы қазір Қазақстанда феминизмді орнату, енді феминизмға жету, бір әйел теңдігіне жету бойынша енді түрлі қазір бір қозғалыстар, түрлі белсенділер пайда болды, иә. Сіз қалай ойлайсыз, біз осы құралдардың бәрін пайдалануымыз керек па? Қандай құралдар бар? Мысалы, Роза Коуч кейс, иә, жаңағы боқтапты айтады, ашық жаңағындай. Былай қарағанда кішкене жабайылау, иә, мысалы, жеткізеді жаңа феминизмді. Болмаса бір кино, өнер арқылы жеткізу ма? Біз қай құралдарды пайдалануымыз керек феминизмді, әйел теңдігін жеткізу үшін? Бұл сұраққа мен мысалы ешқандай, егерде түпкі мақсаты теңдік болса, ол жерде қандай да құралдар орынды шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалы, сіз айтып отырған Роза Коучтың өзінің аудиториясы бар, оның барлық Қазақстанның әйелдері тыңдамайды ғой, бірақ өзінің аудиториясы бар, яғни демек оның жаңағы месседжтері белгілі бір аудиторияға жетеді. Егер ол жетсе, ол жақсы позитивті бір өзгерістерге бастаса, онда тұрған не бар деп ойлаймын. Бір жағынан ол тақырып қазір енді сондай тренд болғаннан кейін кейбір адамдар оны ақша табу үшін, аудиториясын кеңейту үшін, хайп жасау үшін қолданады да. Иә. Ал шынайы ниеті жаңағы феминист болу үшін, кәдімгідей этика тұрғысынан барлық жақтарын сақтай отырып дұрыс жасау керек. Ал бізде кішкене қазір қараса екінің бірі феминист, екінің бірі сондай не болып кеткен. Феминист емес адамдар да өзін феминист ретінде көрсетеді, айтпақшы. Оныңыз рас, иә, сосын жаңағы феминист емес деп па? Соны айтқысы келіп тұрмын. Әйелдерді, жоқ, ер адамдарды жек көреді деген түсінікте сондай жабайылау көзқарас емес, жабайылау әрекеттерден туатын сияқты да. Өйткені шын мәнінде феминизм үшін күресетін адамдар, олар патриархат жүйесіне қарсы ғой. Ал бірақ патриархат жүйесі шын мәнінде әйелдерді ғана емес, ер адамдарды да езгіде ұстайды. Сондықтан бұл жерде мәселе, феминистер ешқашан ер адамның орнын басу немесе онымен айқасу үшін күреспейді, жай ғана тең бірге теңдей жаңағы ақылды мемлекеттік мәселелер шешілетін орталарда, үстелдің басында, дөңгелек үстелдерде, немесе өмірдің барлық саласында теңдей жүру үшін ғана көрсетеді. Яғни тең мүмкіндіктер үшін ғана. Бірақ та біз сияқты мемлекетте, жалпы әйел құқығы дейміз, бірақ та біз адам құқығы тапталып тұрған қоғам ғой, біз әлі күнге дейін. Мысалы, жарайды, оның өзін бөлек тақырып деп алып тастасақ, мысалы Әйгерім Тілеужан, белсенді, қатар оқиғасынан кейін кәдімгі елдің алдында түрмеге отыр, қазір сотталып. Бірақ сол мысалы Роза Коучтар неге мысалы араша түскен жоқ? Түсінесіз, феминист болсақ, онда сендер шынымен аяғына дейін 100% феминист болыңдар. Ондай конъюнктурлік феминизм керек жоқ бізде. Бізде бәрі конъюнктур, саясат конъюнктурлікті, көп экономика, қаржы болсын.
ал феминизмде әрине шынайы белсенділер бар, иә, феминистика тұрғысында феминизмді құндылықтарын айтып жатқан, бірақ кейбір кезде сондай бір жалған, сондай алдамшы сияқты, әлі күнге дейін бір сияқты. Дәл әйгерімге мысалы араша түскен кімдер бар арамызда? Мүмкін саясаттан олар саясат тақырыбына бара бермейді ау, біздің сондай инфлюенсерлер. Ал саясат пен феминизм бәрі бір-бірімен байланысты, олсыз болмайды, ол бөлек тастап байланысты. Иә, бірақ мысалы айталық, әйгерімнің кейсіне өте дұрыс байқап отырсыз. Мен ол туралы шынын айтайын, өзім де ойланбаған екен, бірақ өте дұрыс байқап отырсыз. Өйткені мысалы батыста өзін деколониялық академиктер атап жүрген адамдар бар, бірақ олар Украинаға қарсы соғыс басталған кезде атойлап шығады да, Палестинаға қарсы соғыс басталған кезде үндемей отырады. Тура сол сияқты жағдай ғой, өздеріне ыңғайлы кезде сөйлейді, ыңғайсыз кезде үндемей қалады, өйткені саясаттан жоғарғы өздерінің осы структурадан бұғып қалады деген сияқты. Бірақ та осы феминистік бағыттағы біраз жақсы жарқын мысал ретінде мынау зорлық көрген әйелдердің тағы басқа сондай қиындық көрген әйелдердің жағдайын барша халыққа көрсетіп, соларға көмек берумен айналысып жатқан топтар, мен мысалы солардың жұмысына риза боламын. Не молчи, Дина Смаилова, Батыр Жамал, жобалар өте тамаша. Қозғалысқа айналды ғой, не молчи. Бірақ қазір енді шығып жатқан енді сұмдық қанша ағасы зорлап кетті, әкесі зорлап кетті, күнде бір оқиға шығып жатыр ғой, соның бір енді олар айтылу керек. Енді ғана сол тұрғыдан қоғам белсенді болып келе жатыр. Бірақ та менің ойымша тек қана феминизм емес, жалпы саяси тұрғыда халық белсенді болса күшті болатын еді. Гендерлік саясат тепе-тең болу керек деп Тоқаев 30% депутаттар болу керек деп айтқаннан кейін қазір небір адамдар саясатта жүр, бір кездейсоқ әйелдер, кездейсоқ бір қуыршақ әйелдер жүр. Оны енді мысалы Әйгерім Құсайынқызы бар бізде, Фембике. Олай айтуға болмайды, ол қандай жолмен келсе де ол әйел адам, неге біз еркектерді солай сынамаймыз, әйел адамдарды қолдау керек, ол Тоқал болсын, кім болсын, ол тек қана әйел болған үшін ғана біз неге оны қабылдау керекпіз, ол тек қана әйел болған үшін. Басқа мораль жағы қайда қалады? Кезінде Гүлшара Әбдіқалықова нөл ана кісі, былайға менің жеке ойым, ол кісі мемлекеттік хатшы болды, әкім болды, деңгейін қарап жатырмыз. Қазір Қазмұнайгазда Абдылкадыровтың басшысы екен, ойлаңыздаршы, қандай қызметтерде дейсің, нонсенстар. Сондай сияқты адамдар бар ғой енді бізде. Мен ойымша әйел бізде күшті мықты қыздар бар, соларды көтеру, солар барсын саясатқа. Мысалы Әсем Жәпішева мықты, менің ойымша депутатта, қазір мәжілісте отыруға лайықты қыздардың бірі. Бізде жаңағыдай әйел теңдігі деп қазір жоғары жақ айтатын сияқты, бірақ өздеріне қолайлы әйелдерді көтеру, өздеріне қолайлы. Бірақ былай қарасақ, енді біз сол бір жүйеде өмір сүріп жатырмыз ғой, біздің бүкіл сіз айтып отырғандай, әйел құқығы дейміз, адам құқығы мәселесі бар. Жүйенің өзінде көп проблема бар. Енді іріктейтін сол жүйе ғой. Сондықтан іріктеу мәселесінде проблема бар. Бірақ ол жаңағы әйел депутаттардың санын арттыруға немесе басқаға бір қарсы болмау керек та. Контрпродуктив дейді ғой, ондай болмау керек та. Ол бұл жерде жүйе мәселе жаңағындай сіз айтып отырған кездейсоқ адамдардың депутаттыққа бару, ол енді жүйенің мәселесі да. Енді жүйенің мәселесі, окей, біз оған енді ештеңе жасай алмайтын шығармыз дәл. Бірақ та біз осы өзіміздің подкаст деңгейімізде, өзіміздің әрқайсымыздың аудиториямыз бар, сол аудитория деңгейде біз айту керекпіз, солай шығар деп ойлаймын негізінде. Енді ол үшін бізде көп тақырып бар, феминизм тақырыбы, саясат тақырыбы, кино тақырыбы, сізбен талқылау керек, күшті-күшті. Саясатта саяси сауаттылық және азаматтық қоғамның белсенділігі болса, ол жаңағындай кездейсоқ адамдар өтіп кетпеуге бөгет жасайтын уже сол факторлар ғой. Саяси белсенділік пен азаматтық қоғамның оянуы. Қазір көп америкалықтар қазір мысалы шығыстан әйел іздеп, қалыңдық іздеп жатыр. Сондай тренд бар кәдімгідей, өйткені енді еркекпен бірдей әйелдер даже американецтардың өзіне кәдімгідей енді бірдей, бәрі бірдей, біз біргеміз, 50-50 деген сияқты ол жақта еркек табиғат жеңіп тұр дейсің ғой, білмеймін қалай. Сондай америкалықтардың өзі қазір шығыстан әйел алу, шығыстан қалыңдық іздеу тренді бар қазір. Тренді бар, бірақ ол қаншалықты пайыздық өлшеммен қаншалықты зерттелген білмеймін, бірақ енді
мысалы батыста қазіргі зерттеулерге қарасақ, соңғы мұнда жас қыздар мен жас жігіттердің арасында үлкен айырмашылық бар. Жас жігіттер дәстүрлі болып бара жатыр, жас қыздар өте еркін болып бара жатыр. Сол либералды еркіндікпен бұрынғы дәстүрлі жігіттердің арасында сондай үлкен сәйкессіздік оларда пайда болды. Оларда жаңа Эндрю Тейт сияқты ағылшын тіліндегі инфлюенсерлер пайда болды, жаңағы маскулиндікті насихаттайтын, патриархатты одан әрі насихаттайтын, соларға еріп кетіп жатқан жаңағы өзінің аудиториялары да бар. Мүмкін солар осы біздің жаңағы талабымызға сәйкес келетін деп шығыстан қыздар іздейтін шығар, бірақ енді менің көріп жүрген академиялық ортадағы азаматтарда олардың ешқайсында жаңағындай әйелдер бізбен тең болды дегенге қатысты проблема жоқ. Өйткені олар бала кезден әкесінің өз шешесімен бірдей тамақ жасап, ыдыс жуған көріп өскен. Оларға ол ешқандай жаңалық та емес, қиын да емес, оларға бір қорлық та болып көрінбейді. Сондықтан тіпті мысалы жас қыздар мен студенттерім бар ғой, сабақ беремін әр университетте. Солармен кейде жеке кездесу болады адвайзер ретінде. Сонда сұраймын, жеке өмірлерің қалай болып жатыр деген сияқты. Сонда олар маған айтады, осында бардық, мында бардық, сөйлестік. Сонда мысалы осындай жаңағы кездесуге бардым деп, сосын ол қандай екен десем, ол мынандай тамақ істей алады екен. Яғни олар кездескенде қыз бен жігіт болып, жігіт мен мынандай тамақ жасай аламын деп мақтанып айта алады. Ол үшін қорлық емес. Бізде жаңағы келін алмаған ана өзінің баласын осыдан сен келін әкелмесең тамақты өзің жасайсың деп нан жайдырып қоюы, ол бір үлкен мәселе да. Бізде ол күлкілі ма, ол білмеймін, әйтеуір көрілімі көп, сондай. Ол жақта ол жаңалық емес. Ол өте норма нәрсе. Әңгімеміздің жалғасы ол журналистикаға тоқталайық, қысқа ғана болса да. Мен жақында сіздің 2016 жылы берген сұхбатыңыз оқығам, осыдан 1 ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба Есей Жеңісұлына берген екенсіз. Үлкен сұхбат, түп нұсқасы қай газетке шыққанын білмеймін, бір райт жасап жариялаған сайттардың біріне қоғам, сол руханият, мәдениет, қоғамның мәдениеті деген тақырыпта үлкен кесек ойлар айтқан екенсіз. Солар әлі де өзекті бізде. Есіңізде жоқ болды сұхбат? Қайда бергеніңіз? 2016 жылы. Есей ағамен сөйлескенім есімде, бірақ қайда шыққан есімде жоқ. Соны қазір сондай сұхбаттар бізде азайып кетті ме, әлде ондай сұхбаттар таратылмай ма? Мен енді газеттерді шынымды айтайын, бақылап отырмаймын. Негізі жоқ, бірақ сол неге әсер етті? Неге біз қазір айтылмайтын болды сондай әңгімелер? Бізде сол айғай-ұйғай, сенсация, кликбейт, сол мәселе алға шығып кеткен шығар. Газеттер бар ғой. Иә, сол білмей отырмын. Газеттерді бақылаймын деп айта алмаймын қазір, сондықтан. Жоқ, газеттерде жоқ. Егер шықса. Бірақ неге біздің қоғам сондай бір терең тақырыптарға қазір бойламайтын болды? Әлде тыңдайтын құлақ жоқ па? Әлде білмеймін неге деп ойлайсыз? Мүмкін қызығушылық, енді аудиторияны сондай жаңағы біз айтып отырған кликбейт дүниелер сол аудиторияны басқа жаққа алып кеткен шығар. Содан кейін газеттердің өзінде де келген жас буын сол деңгейде сол аудиториямен бірдей ойлайтын шығар. Білмеймін енді. Нақты жауабым жоқ бұл сұраққа. Мысалы сол 2016 жылдан бері біздің қоғам қалай өзгерді деп ойлайсыз? Қай жаққа қарай? Жалпы қоғамда тоқырау байқайсыз ба қазақ қоғамында қазір? Сырт көзден. Сырт көзбен қарағанда мен керісінше қазақ қоғамын басқа орталық Азия немесе осы біздің бұрынғы советтік өзіміз ТМ-де елдер дейікші, сол аймақтың ішінде қазақ қоғамы қайта өте ілгерілеп келе жатқан, еркін ойға ұмтылған жарқын қоғам деп елестетемін сырттан қарағанда. Өйткені бізде байқасаңыз музыкада, кинода, тағы басқа өте креативті жастар көп, және жаңағы феминизм сияқты тақырыптың бізде осыншалықты деңгейде қоғам назарына шығып талқылануы, әйел құқығы деген, әйелге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтату деген мәселелердің күн тәртібінен түспей талқыланып жатқаны, оның барлығы біздің қоғамның ілгерілеп келе жатқанының көрінісі. Өйткені әйелге деген қарсы зорлық-зомбылық немесе жаңағындай педофилия, ол сияқты мәселелер бүгін пайда болған жоқ. Олар барлық кезде болған, бірақ ол қазан жабулы күйінде қалып келген. Ал осының бәрін қоясын ақтарып шығару, оның бәрі жаңағы ұжымдық травма ретінде басымыздан өткеру
қажет дүниелер. Ал басқа кейбір мысалы орталық Азиядағы басқа елдерді білемін, ондай мәселелер әлі көтеріле қойған жоқ ол деңгейде. Сондықтан енді жалпы өзіміздің контекстімізде қараймыз ғой. Маған ұнамайды Қазақстанды батыс елдермен салыстыра кетеді да. Ұлыбританияда мынандай, неге Қазақстан осындай емес? Енді ол колониалды мемлекет, империя болған мемлекет, Қазақстан отарланған мемлекет. Енді тарихи контекст тұрғыдан қараған кезде біз мүлдем бөлекпіз ғой. Ол бір жағынан жақсы қасиетіміз, жақсылыққа ұмтыламыз, және ең жоғарыда жаңағы адам құқығы болсын, басқа жағынан ең бір озып кеткен халықтармен салыстырамыз. Ол бір жағы жақсы, жақсылыққа ұмтылу үшін. Ал екінші жағы енді реал түрде қарасақ, біз өзіміздің контекстімізден де шыға алмайтынымызды мойындау керек та. Өзіміздің тарихымыз, оның бәрі әсер етеді қазіргі кезімізге. Сондықтан сырттан қарағанда мен соншалықты түңілмеймін. Қайта енді әрине мен бір мәселе бойынша түңіліп бара жатырмын. Ол біздегі сөз бостандығы біртіндеп шектеліп жатқаны анық байқалады. Біздің бала кезімізде сөз бостандығы деген болған екен. Соған мен қазір көзім жетті, есейе келіп. Мен журналист болып жүрген кезде газеттерде ол кезде де сөз бостандығы оншалықты емес еді. Сол мен ойымша сол 2003 жылдан бастап бері қарай төмендей келе жатыр. Себебі неде деп ойлайсыз? Себебі авторитарлық билікте. Бұрынғы қазіргі ескі Қазақстан болсын, жаңа Қазақстан болсын, енді таза жүйені өзгертуге. Яғни Назарбаевтың кезінде сөз бостандығы әлдеқайда болды дейсіз ғой сонда? Жоқ, басында болды. Бірақ белгілі бір кезеңге дейін болды. Және ол біртіндеп, әсіресе мысалы жаңадан тәуелсіздік алған кезде, жаңа деколониялық процестерде, сөз бостандығы деген мәселелерде сәл ашықтау болды. Бірақ біртіндеп оның бәрі кері кетті. Өйткені біз ол кезде енді есімізді білмейтін баламыз ғой, 93 жылдар, мен ол кезде саяси аренаны қарап отырдым деп айта алмаймын, бірақ егер архивтен жаңа газеттердің бұрынғы сол кездегілер қарасақ, талқылаулар өте ашық, депутаттардың бір-бірімен айтысы өте ашық. Ол біртіндеп авторитарлық жүйені күшейтті Назарбаев. Кейінгі президент одан әрі оны босаттық деп айтты, бірақ шын мәнінде ол босаған жоқ. Авторитарлық жүйе одан әрі қысып бара жатқан сияқты. Маған сол, және екінші мен байқайтын дүние біздегі қымбатшылықты байқаймын, өйткені келген сайын бағалардың өзгергенін көрем. Еуропадан ешқандай кемшілігіміз жоқ ол тұрғыда. Әсіресе тамақ, жаңағы ең басты мәселе сол ғой. Бізде асу ондай қымбат болмау керек. Ал ол Лондонның бағасымен соншалықты айырмашылық жоқ. Құдайға шүкір бізде қайта транспорт, жаңағы үй деген мәселе енді шетелмен салыстырғанда қайта арзандау болып тұр. Арзандау болғанда біздің халық үшін ол арзан емес. Айлығымен салыстырамыз. Ал бірақ сол өмірдің қымбаттағанын байқаймын. Бірақ мынандай статистикаға қарасақ, халықаралық Қазақстанның экономикалық өсімі жаман емес. Енді былай жан-жағыма қарасам, өсім бар сияқты, халық жақсы өмір сүретін сияқты көрінеді. Бәрі ресторанда, жақсы машинада, сол жағалауда. Мүмкін. Ал мысалы көріп жатырсыз, Талғарда не болып жатыр, тапа-тал түсте ата-анасының көзінше баланы өлтіріп кетті, одан кейін өртеп кетті үйін. Және бұндай оқиғалар бізде күнәра болып тұрады, өткенде. Осы аптада 2 жағдай болды. Қостанайда 5 бала жанып кетті. Ал өзіңіз қалай ойлайсыз? Идеологиялық тұрғыда, енді сіз журналистсіз, енді саланы білесіз, кино тұрғысынан бәрі идеология ғой түпкі тамыры. Сіздің пайымыңыз қандай? Жалпы Назарбаев идеологиялық қандай қателіктер жіберді? Және де Тоқаевтың бір идеологиялық қателіктерін байқайсыз ба қазір? Мен енді саясаттың маманы емеспін, сондықтан бір өте керемет жауаптар бере аламын деп айта алмаймын бұл сұрақтарға. Енді мысалы, егер де жарайды мен батыс академиктердің қалай жазатынын айтайын, олардың кейбіреуі, мысалы Назарбаевты ұлтшыл деп айыптайды. Тоқаев туралы мен әлі көп еш нәрсе батыс академиясында бір үлкен терең мақалалар оқымадым, бірақ қаңтар оқиғасы туралы мысалы енді сондай орынсыз жаңағы оқ ату деген орынсыз шешім болды деген сияқты мәселелер батыс академиясында талқыланады. Мен ойымша ең үлкен қателік, екі басшының да ең үлкен қателігі сол оппозицияның өрістеуіне мүмкіндік бермей тұншықтыруында. Өйткені біз қалай болғанда енді
демократияға ұмтылған ел ретінде о бастан өзімізді анықтадық қой. Сондықтан мүмкін қорықпай жаңағы қарсы тарапқа да сөз дауыс беру керек пе еді. Ең негізгі кемшілік сол деп ойлаймын, идеологиялық тұрғыдан. Киноға көшейікші. Иә, киноға көшкенде соның жалғасы осы. Мысалы айта салайыншы, осы жерде кино бойынша жуырда мен Ермек Тұрсыновпен сұхбат жазып едім. Сол кезде Ермек мырзаның айтқаны бар еді. Ермек мырза ұлттық жаңағы кино дамыту орталығының ақшасына кино түсірген. Бес мойнақ деп аталады ол кино. Бірақ ол киноны шығармай қалған, жаңағы сөз бостандығы деп отырған тұрғыда. Ол жерде тек қана бір элемент бар екен, ол кісіден жаңағы басында бір ақсақал отырады ауылда телевизор қарап, ол телевизорда Мәди Ахметов кезінде Назарбаевқа дауыс беріңдер деп айғайлайды ғой. Ескерткіш орнату туралы. Тура сол эпизод бар, тура солай Мәди Ахметовтың образы тек қана Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын деген эпизод бар екен. Болды, сол жерін алып таста деген, ол кісі алмаймын деп принципке барған. Сол принциптің енді нәтижесі ол кино шықпай қалған. Тұрсынов та алмаймын деген, олар алмасын, ол түсірдіге берді, алмай, ол кино шықпай қалды мысалы. Оқыған шығарсыз, ол кісі бір-екі сұхбатында айтты. Жоқ, мен ол туралы хабардар емес екенмін, білмейді екенмін. Енді бұл сол советтік дәуірдегі технологиялардың өнерді басқаны билеудің сол көрінісі, цензура сол жалғасып келе жатыр деген сөз ғой. Бұл енді олар неге олай істейді? Өйткені қаржыландыратын мемлекет деген желеумен солай істейді ғой. Мысалы Совет одағы бізде барлық жазушы, өнер адамдарының барлығын қамтамасыз етті. Қаржылық тұрғыда баспасына үй берді, атақ берді, тағы басқа. Бірақ жаңағындай шектеулер қойды, соның шеңберінде ғана жұмыс істеді, біздің өнер адамдары. Енді сол көзқарастан, солай ойлаудан біз әлі күнге шейін мемлекетте біздің кейбір аға буын өкілдерінің өздері де әлі ажырай алмай келе жатыр. Бұл бір инерциямен келе жатқан дүние. Енді білмеймін, бұрынғы президент кезінде де кейбір бағыттағы фильмдер түсірілмеді, мысалы. Ондай да болды, түсіріліп шықпай қалған кинолар болды ма? Ондайды білмейді екенмін. Болса болған шығар, бізге жетпеген шығар, бірақ жаңағындай белгілі бір тақырыптардың өтпегенін білеміз. Соңғы 5 жылда қазақ киносында бір көрерменге ой салатындай деңгейде сыншылардың тарапынан жақсы баға алған, біз ұялмай көрсететіндей қандай бір киноларды атап өтесіз? Енді жақында сіз өзіңіз киносыншы ретінде бір айдарды бастаған екенсіз. Мен оны оқыдым, ол жердегі материалдарды. Енді өзіңіздің пікіріңіз осы жайында. Көрермен де біліп отырсың, мысалы бізде соңғы 5 жыл дейсіз ба? Өйткені бізде қазір мындай қалыптасқан ғой пікір, Қазақстанда тек қана арзанқол комедиялар түсіріледі деген. Жалпы ой салатын фильмдер бар ма біздің қазір? Ой салатын фильмдер бар. Енді соңғы өзіңіз айтып отырған айдардағы Асхат Көченшерековтың «Бауырына салу» фильмі өте терең, сәтті шыққан фильм. Оскарға ұсынылды, жақында өткен апта Әзербайжанда өткен бір кинофестивальде бас жүлде алып келді ол фильм «Бауырына салу». Ол «Бауырына салу» несімен ерекше, қысқаша ғана айтайықшы? Қысқасы, ол жаңағы деректі көркем фильм ғой, бірақ деректі фильмнің түсіру ерекшеліктерін пайдаланады, және ондағы өмірде өмір, өйткені бірде-бір жасандылық жоқ. Біз әдетте киноны кейде бір жасандылық, гламур, тағы басқаша түсінеді ғой. «Бауырына салу» өмірдің бір ойып алған өмірдің үзіндісі сияқты да. Ол жерде ешқандай диалогтарда жасандылық жоқ, актерлікте ешқандай, қысқасын айтқанда бір сөзбен жасандылық жоқ. Сонысымен ерекше. Сонда сол фильмнің айтайын дегені, өзі айтады ғой, автор әжесінің қолында өскен екен. Сонда бұл фильмнің айтайын деген месседжін сіз қалай түсіндіңіз? Месседжі балаларды кемпір-шалға бермейдер. Кемпір-шалға бермегенде бұл жерде мәселе мынада сияқты. Мысалы, сіздің ата-анаңыз өзіңізбен бірге бір үйде тұрса,
онда сіздің балаңыз сол ата ананың ұлы болып қызы болып есептелуі ол норма, өйткені бала әке шешесінен ажыраған жоқ, иә, белгілі бір деңгейде. Ал мына фильмдегі жағдай ол мүлдем екі бөлек, Қазақстанның екі бөлек өңірінде өмір сүретін адамдар ол әке шешесін мүлдем көрмейді, яғни әке шешесімен байланысы үзілген. Мен ойымша бұл фильмнің месседжі ата-аналарға балаларыңызға назар салыңыз, балаларыңызбен байланысты үзбеңіз, балаларыңыздың жанына үңіліңіз деген месседж сияқты. Ал кейбір адамдар түсініпті, жалпы қазақтың дәстүрі бойынша әжесіне қолына берген дұрыс емес деп. Мен мысалы онымен келіспеймін да, мен өзім мысалы әженің қолында өстім. Біз одан ешқандай ұтпасақ ештеңеден ұтылған жоқпыз. Ол ситуацияға байланысты. Соны сөйтіп түсінген екен да қоғамда. Мен сол бір дискуссияға қатысып қалдым да. Ол дұрыс емес, олар кәдімгі травма алады. Негізі ол травма екеніне келсем. Және ол сол ата-анасының қолында өссе де травма алатындай жағдай болатын да шығар. Бірақ енді бұл жерде егер де психоаналитикалық тұрғыдан келсек, бәрібір баланың ең бірінші жаңағы Лаканға қарасақ та, тіпті оның ар жағындағы Фройдқа қарасақ та, баланың ең алғашқы идентификация дейді ғой, нүктесі, мен өзін өмірде көретін нүктесі ол ата-анасы. Қалай болғанда да ол солармен өзін байланыстырып көреді, және солай өмірдегі орнын анықтайды, өзінің кім екенін солай таниды. Және балаға ата-анамен байланыс ол өмір бойына әсер ететін мәселе, өйткені балалық шақ ешқашан аяқталмайды дейді ғой. Өйткені біздің бәріміз солай шығармыз. Мысалы мен өзім балалық шақтағы көп дүниелер есіме түседі ара-тұра, мүмкін күнде. Сол жағдайлар, яғни сен балалық шақтағы баланың миы өте жаңағы таза ғой. Сол жерге көп дүниелер жазылып қалады. Біз одан кейін өмірімізде көп нәрселерді басымыздан өткереміз, оның көбі ұмытылып кетеді. Бірақ балалық кезде таза мидың таза кезінде жазылып қалған дүниелер мәңгі сақталып қалады. Сондықтан да балалық ешқашан аяқталмайды дейді. Сондықтан да негізгі мақсат баланың бақытты болуын қамтамасыз ету. Ал енді оған атасының қолында, әжесінің қолында, туған анасымен тұрып атып қазір зорланып атқан неше түрлі оқиғалар бар. Менің ойымша енді олай бүкіл дәстүрді жоққа шығаруға болмайды. Мен бұл киноны көрген жоқпын, бірақ осы кино үшін бір дискуссияның кәдімгідей арасында қатысты. Мысалы Мөлдірді айтады, мен осы білген абзалдың әке-шешесіне бере салам ғой деймін деп, сен де бірнеше рет бергім келеді уақытша, бірақ көп адамдар қарсы, өре түрегеледі адамдар берем десем. Бірақ жоққа шығаруға болмайды да, болмайды. Жоқ, ол жаңағындай менің ойымша жеке жағдаймен қарау керек. Мысалы сіздің бір шаңырақтың астында тұрсаңыз, мүмкін ол балаға травма болмайтын шығар. Бірақ бөлек тұрсаңыз, ол расымен де балаға травма шығар. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Сосын әрбір отбасындағы жеке жағдай бар, жаңа қандай жағдайда өмір сүреді. Бәрі жоққа шығаруға болмайды деймін да. Түсінікті. Давайте енді жаңағы Асиядан біз рекомендацион 3 киноны, фильмді айтыңызшы, жаңағыдай ой салатын фильм ретінде. Оларды біз қайдан көре аламыз? Өйткені мен сіз жаңағы сынаған фильмдерді кинотеатрдан біз көре аламыз ба? Иә, кинотеатрдан көре аласыздар. Иә, мен әдетте енді кинотеатрға шыққан, прокатта болған фильмдер туралы жазамын. Неғып көре алмай қалдым. Мен мысалы жаңағы менің атым қыз болған. Иә, қыз болсын. Иә, қыз болсын. Соның ғана постерлерін көрдім, басқа атаған фильмдерді көрмеппін постерінде. Жоқ, бауырға салуды көрдім ғой бір жерден. Оның өзін Фейсбуктан. Жаппай жарнама көрген жоқпын да. Андай жеңіл-желпі кинолар, комедиялар сұмдық жарнамаланады. Енді ақша шығар. Тағы да қандай кинолар айтыңыз? Айталық бауырына салу дейік, екіншісі мысалы Фархат Шариповтың, ол мүмкін қай жылы түсірілген қазір ұмытып тұрмын, тренинг личного роста деген фильм бар. Көрдік қой. Сол жерде жаңағы гендер мәселесі, әйелге деген зорлық-зомбылық мәселесі айқын көрініс табады. Және мысалы Шарипа Оразбаеваның Қызыл анар деген фильмін ұсынамын. Сіздің енді кинотанушы ретінде пікіріңізді айта сұрайыншы, этика тұрғысынан. Мысалы қазір Баян Алағұзова фильм шығарып жатыр екен, осы жуырда шығады, Салтанат марқұм Нүкенова туралы фильм. Сот бойынша, енді соның желісі бойынша. Бірақ ол кісі мысалы фильм түсіргенде Салтанаттың отбасынан пікір алмаған, Салтанаттың отбасына келіп, бұның қандай болғанын сұрамаған. Ол дұрыс па солай?
әлде түсіре беруге бола ма одан ешкімге ештеңе айтпай биографиялық биографиялық емес, бірақ сонда да ол рұқсат алуға немесе рұқсат алмаса басқа да бір мүлдем мысалы ол салтанаттың мысалы туған ағасы жүр арасында сотта болды, ешқандай ештеме алдынан өтпеген, ешқандай пікір сұрамаған, ешқандай кеңес сұрамаған, енді өз бетінше түсіреді. Ол қаншалықты ол дұрыс? Енді этика тұрғысынан егер де ол фильмді солай жарнамалайтын болса, ашық айтатын болса, осы оқиғаның негізімен түсірдік, ізімен түсірдік деп онда ашық айтса, онда ол этикалық тұрғыда әрине сәл ыңғайсыздау деп ойлаймын. Өйткені барлық биографиялық фильмдер әдетте олардың сол қайтыс болған немесе көз тірі болса да адам болмаса да сол оқиға желісі бойынша түсірілген болса да. Мысалы мына Baby Reindeer деген сериал шықты ғой, Netflixте көрген шығарсыздар. Көрдім. Сол кейін бір үлкен оқиға болды ғой, анау бас кейіпкердің протагонист әйелі, өмірдегі бар әйел кейін телевизияға шығып, ол мен туралы фильм жасаған, бірақ менен рұқсат сұрамаған деп үлкен шу болды. Рұқсат сұрамаса да бір болу керек сияқты, ескерту жаңағы алдынан өту деп отырсыз. Шу қалай аяқталды? Сотқа беріп фильмді былай жеңді ма? Мен соны соңына дейін зерттеген жоқпын, зерттеген болғанда қарап отырған жоқпын не болғанын, бірақ сол кезде оның айтқаны фильмде бәрін тым әсірелеп көрсеткен, мен оған 500 жаңағы имейл жолдаған жоқпын, күнде хабарласқан жоқпын деген сияқты мәселелер ғой. Бірақ шынын айтайын, мен ол кісінің сұхбатын тыңдап отырып, бұл кісінің өзінде де бір жаңағындай бір сөзі бір-бірімен қабыспай тұрды. Сондықтан бір күмәнмен қарадым, екеуінікі де дұрыс емес сияқты көрінді. Екеуінде де сәл-пәл жаңағы шындықтан алыстау бар ғой деп ойладым. Жақында ғана жаңағы Нобель сыйлығын алды ғой, Корей әйелі. Сол туралы білесіз ба, бір айта аласыз ба бірдеңе? Шын айтсам айта алмаймын, өйткені мен оқымаған. Қазір мен әдебиетті бұрынғыдай өте көп оқитын жаңағы мүмкіндігім жоқ, бірақ ол сылтау шығар, бірақ мен көбінесе қазір академиялық әдебиет оқимын. Айтпақшы, мен сіздің жаңағы есе жеңшілерге берген сұхбатыңызды көріп отырып, мұнша телеге теңіз білімді Әсия қай уақытта жиып үлгерді деп ойладым да. Енді сіз қай уақытта сонда кітап оқыдыңыз? Студент кезде ме? Мысалы жастар көрсе біздің подкастта сондай бір айта аласыз ба? Әлде сіздің бір есте сақтау қабілетіңіз бір феномен ба білмеймін. Қайдан табасыз? Қазіргі заманда уақыт қайдан табылады кітап оқуға жалпы? Керісінше менде сол есте сақтау қабілеті жоқ, жаңағындай адамдардың есімі тағы басқа нелерге. Бірақ мен бала кезімде өте көп кітап оқыдым. Жаңа айтып отырмын ғой, 4 жасымнан маған жазу сызуды үйретті әпкем. Содан кейін мен өте құштар болдым оқуға. Мысалы мектептен келгенде оқушылар енді не істейді, басқа шаруамен айналысады ғой. Мен мектептен келген формамды шешпей бірден отырып үй жұмысын орындап тастайтын. Мен оны біреу орында деп айтпайды маған, мен өзім соны орындағым келеді. Сосын жылдың басында жаңа кітаптар таратылады ғой, сол кезде қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті деген пәндерді жақсы көретім да, тарих. Соларды шыдамым таусылып кетеді, келесі аптаға бәрін бір отырып бүкіл жылдың программасын оқып алатын. Сол үшін жылдың өзінде мен ішім пысатында жаңа кітапханадан көп кітаптар алып оқитынмын. Орталық кітап, аудандық Сарыөзекте ғой, аудандық кітапханадан кітаптар алып оқитынмын. Сол әдет болып қалыптасады екен. Сосын университет кезінде, студент кезімде де көп оқыдым. Қазір де мен соңғы уақытта ғана қайтадан қолға алып жатырмын. Әсіресе көркем әдебиетті әлеуметтік желіде, Инстаграм, Фейсбукта аккаунттарым бар, олардың бәрін 15-25 минутқа шектедім күніне. Содан артық мені кіргізбейді, жаңағы сізде тайм-лимит деп ашылмайды өзі де. Содан кейін кірмеймін, және ол уақытта не істеймін, не подкаст снять ограничение деген кнопка бар ғой. Жоқ, мен оған баспаймын. Менде мысалы қазір өзіммен бірге Лори Леди деген ағылшын авторының Cider with Rosie деген автобиографиялық кішкентай шығармасы бар. Соны оқып жүрмін. Бұл өте мысалы әркімнің әртүрлі жаңағы дүниесін оқып, бекер миымды шаршатқанша кітап оқығаннан мен кәдімгідей ләззат аламын. Және бұл бір өзіме мысалы жаңа подкасттар тыңдағанда айтады, қазіргі әлемдегі ең үлкен жаңағы кішкентай не дейді оны, өте шағын аддикшн дейді ғой. Сондай аддикшнның бірі ол ұялы телефонға деген
не дейді оны қазақша, тәуелділік, ұялы телефонға деген тәуелділіктен құтылмасақ, біз мүмкін адамзат ретінде бізге қауіп төніп тұрған шығар. Өйткені Тим Кук, Apple-дың басшысының өзі айтады, егер де адам жанындағы адамнан гөрі қолындағы ұялы телефонға көбірек қараса, ол дұрыс емес. Телефонды олай көп пайдаланбаңыздар дейді. Өзінің бала шағасы олай пайдаланбайды. Яғни бұл жерде зерттеулерге сәйкес, мысалы адамның фронтал кортекс дейміз ғой, алдыңғы мишығының алдыңғы бағыты, ол сол дүние жаңағы сезімталдығы азаяды екен да, ұялы телефонға қайта аша берген сайын, өйткені ол допамин береді ғой адамға. Қайта өзіңе сұраған дүниені бере берген сайын оның сезімталдығы азаяды. Демек біз өзіміздің миымызды өзіміз өлтіріп жатырмыз біртіндеп ұялы телефонға тәуелділік арқылы. Ал сол Инстаграмда ашқымыз келген кезде ашпай өзімізді ұстаған сайын сол алдыңғы кортекс күшейеді, яғни адамда ерік жігері артады. Жалпы батыста осындай телефонға, гаджетқа тәуелділік деген проблема бар ма? Бар, бірақ дәл біздегідей емес. Бізде неге ол қатты? Бізде мүмкін, білмеймін, неге олай. Баладан бастап үлкен кісіге дейін мүмкін кейінірек келген дүние шығар, оларға сәл ертерек барды ма, жаңағы технология деген нәрселер. Өзінше бір еркіндік қой. Бәрі тең әлеуметтік желіде. Бай кедей, бастық қандайымда деген жоқ. Бәрі бірдей, бәрі тең. Және бұдан да өту керек шығар біздің қоғамда қазір. Сіз айтып отырғаныңыз, қазіргі біздің қоғамда иерархия көп, ал жаңағы ұялы телефон еркіндік береді деп отырсыз. Еркіндік беретін сияқты. Бәрін жақындатады бір-біріне. Біз енді бұны айтсақ, онда анау келесі сұрағым қарсы болады ғой. Негізі Facebook бастапқы кезде сіз бұрын белсенді болдыңыз Facebook'та. Facebook'тың ықпалы да күшті болды. Facebook'та бір еркін алаң болған, еркін ой айтатын. Қазір Facebook басқа. Соны байқадыңыз ба сіз? Дәл кезіндегі 2000 жылдардағы баққа жасалған бір қитұрқы манипуляция Фейсбукқа да жетті, байқаған шығарсыз, әрине. Мен қай жерде мынандай өте бір-біріне ұқсас посттарды көремін. Бірден сол адамдарды танысам да, танымасам да өзімнің жаңағы блокқа қоямын. Өйткені мен енді ондай адамдардың контентін көріп, жаңағы үлес қосқым келмейді олардың сол жасап жатқан дүниесіне. Сондықтан бұл бір үлкен манипуляция жүріп жатыр. Және арзан-құрзан дүние үшін, тиын тебен үшін соншалықты бір маңызды ұлттық мемлекеттік маңызы бар дүниелерді жаңағыдай сатып жіберу, сатқындыққа бара салу, бұл қазір көз алдымызда болып жатқан ондай дүниелерге мен төзім жетпейді, шын айтқан. Ол біздің билікке өте қолайлы манипуляция болып тұр ғой. Тағы бір мәселе, сіз қателікке осыдан 3 жыл ба 4 жыл бұрын сұхбат берген кезде тақырыбы былай тұр екен да, жастардың кресломен атаққа ұмтылуы ол өте аянышты және күлкілі деп. Қазір бізде мысалы өзін қоғам қайраткері, медиа менеджер деп жазып алатын адамдар бұл салаға қатыс болмаса да бар. Жалпы сіздің ойыңызша қоғам қайраткері деген кім? Қоғам қайраткері деген, білмеймін, ондай ұғымның өзі бір советтік ұғым сияқты. Ондай қоғам қайраткері дегенді түсінбеймін. Қазір қоғам қайраткері деген ондай, білмеймін, кім қайраткер болып не тындырып жүр. Содан бастайық десеңіз. Инфлюенсерлер бар шығар. Ол TikTok'тағы немесе Instagram'дағы жаңағы жазылушылардың санымен есептелетін шығар, білмеймін. Бірақ қоғам қайраткері дегенді ол қандай өлшеммен өлшейміз қазір? Не тындырып жүрген? Мысалы, мен қоғам белсендісі деген ұғымды түсінемін. Мысалы, Белла Орманбетова айталық, немесе сол сияқты бір жастар бар ғой, бір еркін адамдар сияқты, немесе бір, мысалы, сіздердің өздеріңіз бір белгілі бір орталар қалыптастыруға тырысып жүрген, Мен сол белсенді дегенді түсінемін. Бірақ қайраткер деген ол өте енді тым ірі сөз сияқты да. Ол деңгейде біздің қоғамда ешкім еш нәрсе бітіріп жатқан жоқ. Тіпті салаға қатысы жоқ адамдардың, мысалы, біз сондай адамдардың атын атап әшкерелеу керекпіз бе? Қалай деп ойлайсыз? Білмеймін, енді ол мысалы мен өзім табиғаттым. Өйткені біз оған үндемеген сайын ол адам басымыздан аттап барып, жаңағыда ертең бізге ақыл айтып отыратын үлкен бастыққа, үлкен министрге айналып кетуі мүмкін да. Мысалы, біз қай уақытта оларды тұстап, қай уақытта әшкерелеуіміз керек? Әлде көзіміз жұмып отыра беруіміз керек пе? Дұрыс айтып отырсыз. Негізінде рас, өйткені расымен де үндемеген сайын сол азаматтар расымен де сеніп қалады өзінің айтып жүрген өтірігіне деген сияқты. Айту керек, бірақ
мен сіздерге шынымды айтайын, мен өзім мінезім мынандай біреудің бетінен жұлатын ондай адам емеспін. Мен мүмкін сондай болғым келер еді, бірақ мен ондай емеспін. Мен олай адамның кемшілігін көрсем де соны байқамаған болуға тырысатын адам. Жаңағыдай өзімнің блоктап тастаймын деймін ғой. Сол сияқты мен тіпті Фейсбукта басқа жерде боқтық сөзбен жазған кейбір адамдарды, немесе қатын деген сияқты сөздерді пайдаланып жазған адамдарды блоктап тастай саламын. Өйткені енді менің жаңағы полемді дейміз ғой, сондай болмай қойса екен деп ойлаймын да. Ол да бір жаңағы страустың әрекеті шығар. Енді ол менің табиғатым. Түсінікті, иә. Ал мүмкін жаңағыдай менен гөрі жанжалға, дауға, басқаға дайын адамдар болады ғой, энергиясы көп, иә. Сондай адамдар мүмкін ашық шығып айтысып, солардың бетіне басу керек шығар. Иә, оларды блоктамаңыз деп. Сосын кейін мысалы Дана Орманбаева, публицист, журналист, ол кісі мынандайды бастады да қазір, жаңа тоқалдарды әшкерелеймін деп. Отбасы бар адамдарға отбасынан ажырастырып тұрмысқа шығып алған, жаңағыдай 4-5 баласын тастатып, соған тұрмысқа шығып, жаңағыдай тағы да басқа сондай арсыз енді әрекеттерге барған адамдарды әшкерелеп атын жазам дейді. Ол да бір күрестің бір түрі ғой. Енді мен осылай біз қашанғы адамдарды әспеттеп жүре береміз, сондай адамдардың сондай екенін біле тұра. Әлде шынымен Дана сияқты ашық айтуымыз керек пе деп ойлаймын да кейде. Иә. Бірақ енді мен ол жерде бір кішкентай мәселе бар, жаңағы оны мен Айгерім Құсайынқызы келіседі деп ойлаймын деген ба. Бұл жерде неге тағы да әйелді шейминг жасау, әйелді әшкерлеу бір қоғамдағы жаңағы стандарттың екі түрлі болатын ғой, ер мен әйелге қатысты. Ердің әрекеті де арсыздық қой. Отбасы бола тұра сондай қадамдарға баратыны және оны ашық жасайтыны, ол үшін ұялмайтыны, қайта соны мақтан көретіні. Сол ұятты жағдай ғой. Бұл жерде әйелді ғана емес, ерді де айту керек дейсіз ғой. Әрине, иә. Ол ұятқа айналу керек. Ал біздің қоғамда сол соншалықты норма ретінде қабылданады. Біздің барлық фильмдерде ол бір күлкіге ілік болады да. Ол күлетін нәрсе емес, ол ұятсыздық қой. Түсінікті. Кішкене бүгін уақытымыз тығыз болды, сондықтан да әр нәрсенің басын бір шалып, сөйттік. Сондай бір өте тез жазылған асығыс подкаст болды. Біз айтқан әр бағыт бойынша бір бөлек подкаст жазуға болады. Иә, сондықтан да мүмкін алдағы уақытта тағы да бір жолғармыз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Бәрібір де жақсы әңгіме шықты. Біздің аудиторияға, YouTube аудитория тыңдап өзіне іліп алатындай дүниелер айтылды деп ойлаймын. Жайлап болса осындай бір адамдардың санасын, пікірін жақсы жаққа өзгертуге үлес қосып жүре беріңіз. Оқуыңызды аман есен аяқтап, осы ғылым саласында еңбегіңізді әрі қарай да сіңіре беруіңізге тілектеспіз. Ақ жол сізге. Елге оралыңыз міндетті түрде. Келіңіз, әйтпесе бәрі чемодандарын арқалып кетіп жатыр. Ол да болмайды, сондықтан да енді қазір әлеуметтік желі бар, сондықтан да. Әр жақта отырып алып та күресе беруге болады. Инагент болып деймін. Көп рахмет шақырғандарыңызға, істеріңізге сәттілік. Рахмет көп. Сау болыңыздар.